Баршаңызға сәлем. Мен сіздерге трайфл тортын жасалу жолдарын көрсетемін. Торт керемет, өте нәзік, жұмсақ, мақта сияқты ауызға еріп кететіндей, дәмі таңдайымыздан кетпейтіндей торттың бір түрі, жасап көріңіздер. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міне бізге керекті құралдар: жұмыртқа, сахар, сары май, сұйық май, сүт, ұн, қант, қопсытқыш, какао, шоколад, қаймақ, творожный сыр, бананы, какао керек. Міне жұмыртқамызды жардық, жақсылап ұрамыз, араластырып, секерді салып, секеріміз ерігенше араластырдық. Майымызды салып жатырмыз. Май үй температурасында тұру керек. Сұйық май, бәрін араластырдық жақсылап. Сүтімізді құйып жатырық енді. Бөліп жайлап құямыз, араластырдық. Енді ұнымызды саламыз. Разрыхлитель салдық, қопсытқышымызды, ұнымызды салдық, қопсытқымызды салдық, бәрін араластырдық. Какаоны салып жатырық. Жақсылап араласу керек какаоны салғаннан кейінде. Бәрін араластырып болдық міне. Түсі әдемі, көрдіңіздер ғой. Керемет какао салғасын. Шоколадный сияқты болып шықты да. Біздің әзір тестіміз бәрі. Енді газымызды қойдық 180 градусқа. Менде духовка асты үсті бірдей жасайды. Формамызды майлап, қағаз салдым. Соның үсті майлаймыз. Енді әзір болған тестімізді құямыз. Духовкаға салдық. Міне пісіп шықты. Енді әбден осы суу керек, салқындау керек. Енді біздер кремімізді әзірлейміз. Қаймағымыз, қант ұнтақшасын қосамыз, жақсылап араластырамыз. Пышный болу керек. Қаймағымызбен қант ұнтақшасы пока. Сол екеуін жақсылап араластырамыз да. Пудрымыз ерігенше. Енді творожный сырды салдық. Сырымызды салғаннан кейін жақсылап араластыру керек. Сырымызды салдық, творожный араластырып жатырмыз. Жақсы етіп араластырдық. Міне. Күшті крем болып шықты.
сливки, сахарный пудры и творожный сыр. Үшеуі жақсылап араластырғанда міне әппақ керемет крем болып шықты. Енді біздер креміміз әзір. Ендігісі крошкамыз уже суыды, салқындады. Міне жайлап сындырып алып, крошканы үгітеміз. Үнтақтаймыз, үнтағымыз әзір. Жақсылап суыды, міне әзір. Жақсы піскен, пышный, жұмсақ. Бананымызды кесіп әзірлеп қоямыз. Банановый трайфл болғасын, ортасына бананы араластырып саламыз. Қазір көресіздер. Бананы турап әзірлеп қоямыз. Мен салафаннан воронка жасадым. Кремді құюға. Енді қазір глазировкамызды әзірлейміз. Мұнда сливки құйдық, астын жақтық, шоколад салдық. Міне шоколад мен сливки. Біздің глазировкамыз әзір. Енді крошкамызды салдық. Үстіне кремімізді құямыз. Сосын бананымызды саламыз. Бананымыз салып жатырық. Қайтадан крошка салдық. Қайтадан кремін жағып жатырмыз. Бетіне сол өзіміздің бананымызбен украшение жасаймыз. Глазировка шоколадымызды құйдық. Міне бетіне бананны әдемілеп жасадық. Міне қыздар, керемет әп-әдемі шоколад жылтырап тұр. Енді бәрі әзір. Біздің тортымызды салқындатып, шоколад қату үшін мұздатқышқа салып қоямыз. Міне қыздар, өте нәзік, жұмсақ трайфл торты. Сау болыңыздар, лайк басыңыздар.